Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің берген ақпаратым ұнап жатса, лайк басып тіркеліп, комментарий жаза отырыңыздар. Бүгін түймедақ жайында айтатын боламын, яғни түймедақ дегеніміз ромашка. Сіз түймедақ шайының өсімдіктің атауы ретінде білетін шығарсыз. Оның бүкіл әлемге әйгілі болғанымен шыққан тегі испан екенін білгіңіз келеді. Ромашка немесе оның зауыты ромашка тұқымдасына жатады, және оны римдік және неміс сорттарынан табуға болады. Роман түймедағы әдетте шайға қолданылмаса, оны парфюмериядан табуға болады, немесе неміс түймедағының сіз ішетін түрі. Сіз сондай-ақ жабайы немесе венгр нұсқасын тексере аласыз, бірақ оларды атаулары әртүрлі болуы мүмкін. Барлығы бірдей ромашкадан алынған өсімдікке сілтеме жасайды және дәмі мен функциясы бойынша бірдей. Түймедақ шайын қолдану ежелгі Мысырдан басталады. Онда ол безгекті емдеу үшін және косметика ретінде пайдаланылады. Римдіктер түймедақты сусындарды дәмдеу үшін және әртүрлі ауруларды емдеу үшін емдік шөп ретінде пайдаланады. Ол сондай-ақ орта ғасырлық дәуірде айналаға жаңа жапырақтарды себу арқылы қоғамдық іс-шараларға хош иіс қосу үшін пайдаланылады. Ең қызықты, түймедақ сыра өндірісінде дәм қосу үшін қолданылған. Бүгінгі күні құлмақ сияқты қолданылды. Ол күнбағыс пен маригольд сияқты гүлдерді қамтитын өсімдіктерінің ромашка тәрізді гүлдерінен шыққан. Түймедақ гүл жапырақтары мен ыстық судың тұнбасынан дайындалады. Ол табиғи түрде кофеинсіз, сондықтан оны ұйықтар алдында қабылдауға болады. Ромашка тегіс сергітетін жабыны бар шөптер мен жеміс ноталарынан тұратын дәм профиліне ие. Көбінесе қытырлақ алманың дәмімен салыстыратын болсақ, ол өз атауын гректің чамай қауын сөзінен алады. Бұл ұнтақталған алма дегенді білдіреді. Жеңіл әуе дәмі жалпыға бірдей дерлік бағаланады және оның тәтті хош иісі бар. Түймедақтың жоғары сапалы тұнбасы қайнатылған кезде жеңіл болады. Бұл оның ақыл мен денеге пайдасы мен тамаша үйлесетін жұмсақ күн сәулесінің түсініктерін тудырады. Артықшылықтарына келетін болсақ, бұл шай жақсы ұйқыны жақсарту үшін жиі қолданылатын босаңсытатын қасиеттерімен танымал. Дегенмен ұйқының пайдасы туралы ғылыми дәлелдер араласады. Плацебо сусынының басқа үш шөп дәрілерімен салыстыру, валериан, кава және вулинг түймедақ ұйқысыздықпен ауыратын адамдарда ұйқының сапасын айтарлықтай артықшылық бермеді. Екінші жағынан, кішігірім зерттеу түймедақ шайы босанған әйелдерде ұйқының сапасы және депрессиялық белгілерді жақсартуға көмектесетінін көрсетті. 40 әйел оны 2 апта бойы ішкеннен кейін олар ұйқыға арналған қоспаны тұтынбағандарға қарағанда аз шаршаған. Сонымен қатар, түймедақ шайы стрессті азайтуға көмегі көп. Шай ішудің ең көп тараған себептерінің бірі оның ингредиенттерінің релаксацияға көмектесетін күшті қабілеті. Түймедақ шайы өзінің жылы және тыныштандыратын табиғатының арқасында стресс пен алаңдаушылықты азайтуға көмегі көп. Осы шөптен жасалған емнің көмегімен ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін біз күніне 1 немесе 2 кесе осы инфузияны ішеміз, немесе біз қатты күйзеліске ұшыраған кезде ішеміз. Түймедақ шайы ағзадағы серотонин мен мелатонинді арттырады. Бұл екі гормон стресс сезімін жеңілдетеді. Осы гормондарды көбейту арқылы біз оңай босаңсып, күннің күйзелісін кетіре аламыз. Ол сондай-ақ жиі мигрендер мен бас ауруларымен байланысты шиеленісті жеңілдетеді. Түймедақ шайының құрамында химиялық қосылыстар мен антиоксиданттар қан тамырларын ашады және жиырылып қатты бас ауруы мен қатты ауырсынуға әкелетін қабынуды азайтады. Қабынуды азайту сонымен қатар бұлшықет спазмы және етек-кір спазмы сияқты ауырсыну мен ауырсынуларды жеңілдетуге көмектеседі. Асқорту денсаулығын жақсартады, ал сондай-ақ асқорту бұзылыстарын тыныштандыруға немесе жеңілдетуге көмектеседі. Бірақ бұл салада ғылыми дәлелдер де шектеулі. Зерттеушілер бір зерттеуде кеміргіштерге түймедақ сығындысын бергеннен кейін шөптің диареяға қарсы қасиеттерін көрсеткенін анықтады. Дұрыс, асқорту жалпы денсаулық үшін өте маңызды. Шектеулі дәлелдер түймедақ асқазан ішек жолдарының кейбір жағдайларының қаупін азайту арқылы асқорытуды жақсартуда тиімді болуы мүмкін екенін көрсетеді. Кейбір зерттеулер түймедақ сығындысының диареядан қорғауы мүмкіндігі бар екенін анықтады. Бұл оның
қабынуға қарсы қасиеттеріне байланысты бұл асқазан жарасының алдын алу үшін де пайдалы. Өйткені асқазандағы қышқылдықты төмендетеді және ойық жараның дамуына ықпал ететін бактериялардың өсуін тежей алады. Дегенмен түймедақ шайын ішу асқазанды тыныштандырады. Дегенмен бұл шайды ішу кезінде өмірге қауіп төндіретін жағымсыз реакциялар немесе уыттылық туралы хабарламалар болған жоқ. Түймедаққа аллергия туралы хабарламалар бар. Достар, бүгінге түймедақ туралы берген ақпаратым осымен аяқталды. Егер осы видеом ұнап жатса, сіздерге лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.